Егер ақымаққа ақыл үйретіп отырған данагөйді көрсең, екі ақымақ көрдім деп есептеуге болады. Біреудің қайғысында бәрі ақылды. Егер Құдай кедейді сүйсе, ол кедей болмас еді. Бір қарыз екі адамды да ұйықтатпайды. Уәде мен сөз көбейген кезде шындық бола алады. Жақсылыққа жауапты тез қайтар, ал жамандықтың жауабын кейінге қалдыр. Қожасы көп үйдің қонағы аш қалады. Әрбір жаңа түскен келінде ененің бір сипаты бар. Үлкен көлеңке көрсете алатын кішкентай адамдар бар. Жел соққанда қоқыс бәрінен биігірек ұшады. Кемелдік туралы көп айтудың өзі ақымақтық. Қас жауын құлағанда қуанба, бірақ қолтығынан демеме. Өрттен қорғанамын деп суға секірме. Алдын болжамаған артта қалады. Ажырасқан екі адам бас қосса, төсекте 4 адам болып ұйықтайды. Әлем адамның көптігінен емес, жоқтығынан, адам болып қалмауынан құриды. Адамның жасы келген сайын нашар көре бастайды, алайда кең ауқымда көреді. Байлығыңды тіріде бөліп бер, сонда өлгеніңді ешкім күтпейді. Ата-аналар балаларын сөйлеуге үйретсе, балалары сөйлемеуге үйретеді. Жақсы сөйлегеннен үндемей қалу қиын. Алыстан барлық адам жаман емес. Егер әйелдер аз сөйлесе, еркектер көп нәрсе тындырар еді. Махаббат қандай тәтті болса да, одан компот қайнатып іше алмайсың. Барлық адам ақшаның жоқтығына шағымданады, ал ақылдың аздығы туралы тіпті сөз де қозғамайды. Текенің алдыңғы жағынан, аттың артқы жағынан, ақымақтың жан жағынан қорқу керек. Құдай адамды көп тыңдасын деп екі құлақ, аз сөйлесін деп бір ауыз берді. Білім көп жеріңізді алмайды. Тәтті болсаңыз, сізді жеп қояды, ащы болсаңыз, түкіріп тастайды. Адам тым болмаса әуесқойлық үшін өмір сүруі керек. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Егер мәселені ақшамен шешсеңіз, ол мәселе емес, ол шығын. Баласы жоқ адамдар балаларды жақсы тәрбиелейді. Тәжірибе деген адам өзінің жіберген қателіктерін айтатын сөз. Шашыңызға ақ түссе, даналықтың емес, қартайғаныңыздың белгісі. Қорыққаннан өлгенше, күлгеннен өлген артық. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.